Бүгін еліміздің бірнеше өңірінде 1-2 градус аяз күтілуде. Ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушылар, күннің соңғы жаңалықтарынан бейхабар қалмас үшін каналымызға тіркеле кетіңіздер және қолдау ретінде лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Синоптиктер 5 қазан яғни бейсенбі күніне арналған ауа райы болжамын жасады. Қазгидромет мәліметінше, ертең еліміздің бірнеше өңірінде аяз күтілуде деп хабарлайды Қазнұр.kz сайты. Мамандар мәліметінше бейсенбі күні республиканың басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Ал еліміздің батысында және таулы аймақтарында атмосфералық фронттардың өтуімен жаңбыр жауады. Республика бойынша тұман, солтүстік пен оңтүстікте, батыс пен оңтүстік шығыста екпінді жел күтіледі. Түнде Ақмола облысының оңтүстігі мен орталығында, Қостанай, солтүстік Қазақстан облыстарының оңтүстік шығысында 1-2 градус аяз күтіледі. Түркістан облысында, Қызылорда облысының орталығы мен шығысында, оңтүстігінде төтенше өрт қауіп сақталуда. Жамбыл, Маңғыстау облыстарында, Атырау облысының оңтүстігі мен шығысында жоғары өрт қауіп сақталады.